Алдымен салық төлеушінің кабинеті бөліміне кіріп, авторизациядан өтіңіз. Сәтті кіргеннен кейін құжат жіберу түймесін басып, 200.00 нысанын таңдаңыз. Есептік кезеңді, резиденттік статусын, салық салу режимін көрсетіп, декларацияның түрін таңдаңыз. Жалпы қызметкерлер санына толтырыңыз. Егер бар болса, шетелдік қызметкерлердің санын көрсетіңіз. Ұсынылған қосымшалар бөліміне өтіп, қажетті нысандарды белгілеп өтесіз. 200.1.001 жолында физикалық тұлғаларға, соның ішінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға есептелген кірістер сомасы көрсетіледі. 200.1.002 жолында салықтан босатылған кірістер көрсетіледі. 200.1.003 жолында физикалық тұлғалардың кірістерінен есептелген табыс салығының сомасы көрсетіледі. 200.1.007 жолында физикалық тұлғаларға төленген кірістер сомасы көрсетіледі. 200.1.008 жолында салық салынатын кірістің сомасы көрсетіледі. 200.1.009 жолында міндетті зейнетақы жарналары ұсталған кірістер көрсетіледі. 200.1.011 есептік 93 жалпы табыс сомасы көрсетіледі. 200.1.017 әлеуметтік аударымдар есептелетін табыстар. 200.1.018 ЖКК және өздері үшін әлеуметтік аударым төлейтін тұлғалардың әлеуметтік аударымдар үшін табысы. 200.1.019 әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдар үшін табыс. 200.1.020 КПХ келісімдері бойынша қызметкерлер мен тұлғалардың осы іске арналған аударымдар үшін табысы. Одан кейін келесі түймесін басып, есептік көрсеткіштер бөліміне өтіңіз. Табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, сондай-ақ міндетті медициналық сақтандыруға жарналарды толтырыңыз. 200.001 жолында төленген кірістерден аударуға жататын табыс салығының сомасы көрсетіледі. 200.101 нысанын толтырыңыз. Қызметкерлерге есептелген кірістер, табыс салығы, әлеуметтік салық және әлеуметтік төлемдер туралы мәліметтерді көрсетіңіз. Барлық міндетті жолдарды толтырғаннан кейін мемлекеттік кірістер органының кодын көрсетіп, формалау түймесін басыңыз, содан кейін дайын декларацияны тексеріңіз. Декларацияны қол қойып, салық органына жіберіңіз. Жіберілген декларацияның өңделу барысы мен статусын өңделген және өңделмеген бөлімдерінде тексеруге болады.